Бүгін ұлттық тағам жасаймыз. Самарқандтың пловын дайындайтын боламыз. Соған қажетті ингредиенттердің барлығын дайындап қойдық. Бұл күріш лазер деп аталады. Қалампыр, чеснок, зіре, мынау барбарис, мынау мейіз. Қазір екеуін пловқа саламыз. Ноқатты бір күн алдын жібітіп қойғанбыз. Қазанды қыздырып, майды құйып қойдық. Сұйық май, одан кейін барып, 2 ожау зығыр майды құйдық. Зығыр майдың иісі кету үшін ең алдымен осылай пияз тастап аласыздар. Пияз күйді, енді оны бөлек аламыз. Май дайын болды, енді қуыра берсек болады. Етке тұз саламыз. Етті қызартырып қуырып болған соң, артынан пиязды саласыздар. Қайта оны қуырамыз. Пияз бұл етті жұмсартады және дәм береді. Енді паприка саламыз. Ет қуырылғанша пияз екеуі дәм береді. Пияз қызарғанша қуырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық, енді бетін жауып қоямыз. Енді сәбіздерімізді салып аламыз. Сары сәбіз және қызыл сәбіз қосқанбыз. Мейіз бен барбаристі жуып саласыздар. Ноқатты бір күн алдын жібітіп қоясыздар суға. Егер ноқатты жібітпей салатын болсаңыздар, піспей қатты болып қалады. Барлық қоспаны араластырмаймыз және бетіне суды құйып, арасына чеснокты саласыздар. Және 2 қалампыр салып жібересіздер, әдемі қышқылдау дәм береді. 40 минуттай қайнаған соң қалампырларды алып тастайсыздар. Одан бөлек қазанның бетіне марлыны төсеп, күрішті жібітпей жуып сала бересіздер. Самарқандтың палауында күріш бөлек піседі, сол үшін сәбіз етпен араласып кетпеу қажет. Қайнаған су құямыз. Бір елідей су құясыздар күріштің бетіне. Қатты отта пісіресіздер. Күрішті 10 минут сайын бұзып араластырып отырасыздар. Күрішті бұзып жатыр. 10 минуттан кейін тағы бір бұзамыз. Күріштің пісуі сонда 30 минут, е? Қызармен демдеп қойдық палауды. Палауды 5 минутқа демдедік. Қараңыздар, уже палауымыз пісіп дайын болды. Достар, палау дайын болды. Ең алдымен күрішін салуымыз. Күріші бөлек, сәбізі бөлек. Дәрімдарды күріш салмай жатып алып қоясыздар ғой. Әйтпесе мынау аштылып кетуі мүмкін да. Міне Самарқандтың нағыз палауы дайын болды. Қараңыздар, енді салат. Достар, каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Және сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса, комментарияға жазып қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.